Әр заманның өз айнасы болатын секілді. Қыз келіншектер, әсіресе бой жеткендер кәдімгі айнаға емес, сол адам айнаға қарайды. Бүгінгі заманның айнасы міндетін қуыршақ қыздар атқарып тұр. Армыстар ұлттық арнада айтуға оңай. Әсел Мұстафаева қазір өте қыздар, жас қыздар, әсіресе бой жетіп жатқан қыздар еліктейтін арудың бірі, актриса, ең алғаш рет режиссер Еркін Рақышевтың фильмінде ойнаған, қазір де белгілі әртүрлі түсірілімдерге қатысады. Бүгін бізде қонақта әдемілігінің сыры неде екен? Өзінен сұрайық, қарсы алыңыздар. Инстаграмда қанша жазылушыңыз бар? 31 мың. 31 мың. Көбейіп келе жатыр жылдарыңызға, иә? Сізге еліктеушілер көп? Деп ойлаймын. Көбісі жас қыздар? Иә? Не еліктейді? Осы модельный жағынан, актерский жағынан және. Еліктейді? Иә. Әртүрлі әңгіме жүріп жатады, білмейді екен, бірақ қыздардың айтып жатқаны ғой. Әсел, осы әдемі болу үшін қабырғасын алдыртады, арнайы диета ұстайды деп. Жоқ, онда емес. Мен қабырғам өзі орнында. Мен сескен жоқпын оған. Және мен диета ұстамаймын ешқандай. Мен қалаған нәрсемді жеймін. Тәтті көп жеймін деп айтсам да болады. Диета ұстамайсыз? Жоқ. Бойыңыз қанша? 172. 172. Салмағыңыз? 48. 48. Өзіңізге тым арық көрінбейсіз бе? Жоқ. Әлде толықтау болып көрінесіз бе? Олай да көрінбеймін, бірақ мен ойымша қыз баласы арық келу керек. Арық келу керек? Өйткені ол сұлулықтың? Енді қалай айтсам болады, мен өзім қыздарды спортпен айналысып жүрген қыздар маған ұнамайды. Маған осы арықтау қыздар ұнайды, өзім ойым. Өзің секілді қыздардың бейнесіне қараймын. Мен бұған кішкентай кезіңде қуыршақ ойнадың адам ғой, иә? Сол ең сүйікті ойыншығың бәрібір Барби болған шығар. Иә. Солай ғой, иә, Барби? Сол Барбидің құрбылары бар, аттары кім еді жүрген? Мен сол байқаймын да, сол қазір өздерің соларға ұқсайтын сияқты, тіпті олардан да сол секілді болып көрінесіңдер. Иә, көп қыздар диетаға отырып. Ондай бар ма? Бар ғой, иә, қыздар. Көп көремін, мен де өзім қатты арық қыздар. Мен өзімді бірақ арықпын деп санамаймын, қатты. Дұрыс. Қазір дұрыс деп санайсың? Иә. Беліңнің көлемі қанша? Белімнің 57. 57, 60-қа да жетпейді? Жоқ. Өзіңді әдемін деп есептейсің? Иә. Жоқ, өте әдемі деп есептейсің ба? Жоқ, әдемі. Әдемі. Әйтеуір бір өзіңде бір комплекс жоқ қой, менің түрім ондай, бойым мынандай. Жоқ, Аллаға шүкір жоқ. Иә. Қайта өзіңді былай жақсы сезінесің, иә? Иә. Киноға түстің? Иә, киноға түстім. Қандай кино? Қарлығаш сериал. Сериалға тағы? Қош келдің комедийный сериал, он енді шығады, әлі шыққан жоқ. Бірінші сериясында да көтердік. Өзің осы жолды таңдап алдың, актрисалық жолды? Иә. Қазір қайда оқып жүрсің ба? Я Шымкент қаласында заочно оқимын, университет Мирас. Ал шашыңды үнемі осылай жүрген ұнай ма саған? Қазір сән шашты жайып жүр ма, жоқ шашты алдыға қойып жүр ма? Алдыға қойып жүршеді ол қыздардың бәрі, қазір қалып бара жатыр ма ол сән? Білмедім, мен шашымда әр кезде әртүрлі. Бірақ көбінесе жайып жүремін, иә. Болып жүрмеймін. Барбилар жайып жүрші ме дейсінде жоқ? Жайып жүреді, шында да сол бейнелер, сол қазір қарап отырсам, кәдімгідей әсер етеді екен. Сәлеугүл апай, сіздердің кездеріңізде қалай еді сән? Біздің кезімізде, мынандай қаттырақ айтсам, бізде мынандай шашымызды желбіретіп жүрсек, айтатын еді, байы өлген әйелдер шашын желбіретіп жүреді. Жалбыратып көрген жоқсыз ба? Жалбыратып көрген жоқ. Бірде-бір рет? Бірде-бір рет жалбыратып көрген жоқ. Жоқ. Өнебей шашымызды жоғары көтеріліп, байлап, я болмаса прическа жасап, біздің кезімізде прическалар болды. Мынандай солдатский прическа дейді, мынандай жаңағы солдаттың несі бар ғой, киетін басына киетін, сол сияқты жасап, одан букли деген прическа жасады. Соныменен 60 шпилькамен тұрғызып қоятындығымыз. Сән болды? Иә, сән болды сондай. Иә, содан екі бөлек жасайтын прическалар. Біз еш уақытта шашымызды бұндай қылып жүргеніміз жоқ. Әр заман басқа деп айтады ғой қыздар. Бірақ осындай қазір қыздар енді арық болғанды қалайды. Бәрі жіптіктей болып. Не деп айтсам екен, таяқтай десем келе ме? Енді мысалға... Жоқ, сіздер сондай сән болып еді, сондай талшыбықтай. Біздің кезімізде, мысалға оқып жүргенімізде де бізде
иә толықтау болдық та біздерді жақсы көретін томпақ қыздар деп. Жақсы көруші ме еді? Иә, жақсы көретін Қазір томпақ томпақ қыздар. қыздардың бәрінде комплекс, мен томпақпын деп ойлайды. Иә, томпақ қыздар деп бізді сондай жақсы көретін. А қазіргі қыздардың бәрі бір енді өздерін өзі қинап, шашларын желбіретіп, сөйтіп жүреді енді. Ол енді әркімнің өзінің заманына қарай шығар енді. А біздің заманымызда ондай болған жоқ қой. Біз енді ондай өзім әрті томпақ болып жүрдім. Томпақ болып жүрдіңіз. Томпақ қыз болып жүрдім. Жақсы. Күлмәш ханым, біз енді 20 жыл кейінге түсейік. Сіздердің кездеріңізде кішкене өзгере бастады сән, дұрыс па? Өзгере бастады. Біздің кезімізде өзгере бастады кішкене бұл кісілерге қарағанда. Шаш биралай бастадыңыздар. Шаш биралай бастады. Енді бира шаш, менің шашым өзі туғалы бира. Мен биралаған жоқпын. Мен керісінше сол бира шашты былай түзетуге осы бой жете келе жаңағы деген студенттік өмірде түзеткім келді да. Сонда бира шаштылар ол шашын түзеткен жақсы көреді екен. Шашы түзулар биралатқан жақсы көреді екен. Сол кезде, иә. Сол кезде, иә. Бірақ бәрібір онша жайған жоқсыздар. Онша жайған жоқпыз. Жайған. Аз-маз басталды. Сәл-сәл басталды. Сәл-сәл басталды. Қоятын болдық. Кеште бір концертке барған кезде басталды. Бірақ арықтық сіздерде де сәнге айналған жоқ. Жоқ, ол кезде сәнге айналған жоқ. Қазіргі өзінің сәні сол кезде шашын биралаған, бәрібір ол кезде шалбар да сәнге айналған жоқ, ұзын көйлек бәрібір сондай кезең болды. Үлкендердің көңілі жастарға ешқашан толмайды. Қазір сіздерге де қазіргі жастардың сән үлгісі онша ұнамайды, дұрыс па? Ұнамайды. Бірақ заман осылардікі. Бұлар өздері қалай жүргілері келеді, қалай киінгілері келеді, қалай шаш қойғылары келеді, солай дұрыс санайды. Және сіздерді заман өтіп кеткен, сіздердің көзқарастарыңыз ескіріп қалған деп санайды. Солай ғой негізі, өйтіп ашық айтпаймыз, ашық айтсақ төбелес шығып кетуі мүмкін. Сен мысалға бар ғой, мына шаш өздеріне ұнайды дейсің ғой. Мысалға кей кезде бір автобусқа отырсаң, мына қыздар түрегеп тұрады, соны артына келіп тұра қалсаң, биткен кезде бет аузыңның бәрін ана қыздардың шашы желп етіп аузымызға кіріп сөйтеді. Сосын мен бүйтіп шашын ұстап алам. Ай жаным, мына шашыңды жинап тұршы, мен түскенше деймін. Өзім сондай бір жаман адаммын да. Ол жігіттер рахаттанып тұратын шығар артында. Иә, ол енді дұрыс емес қой сол. Ең болмаса шамалы жинап жүрсе, енді мына қызымда енді ұрсуға болмайды. Заманы ғой, дұрыс. Бірақ қарашы енді, қандай өріп қойса, қандай әдемі болып жарасып тұрар еді. Қарашы енді, ана белінен төмен түсіп тұр шашы. Қарашы енді, оны шашыратып қойып отыр. Иә, жалпы қазіргі қыздар, бойжеткендер осы әдеміліктің үлгісін қайдан алады десек, ол біріншіден әрине теледидардан алады. Теледидарда біздің кімдер жүр? Қазір актрисалар немесе әнші қыздар жүр. Сюжет көрейік. Аюмилықтар сән салонына жиі барып тұрады. Топтың жеке стилисі Нұрдың айтуынша, қыздардың шаштарының түсі қазіргі кезде өте сәнді. Аюмилықтардың шашын маған сеніп тапсырғанына қуаныштымын. Осыған дейін қыздар шаштарын ашық түстерге боята бермейтін. Бірақ қазір күлгін, ашық қызыл түстер сәнде. Қыздарға осы түстер өте жақсы жарасады. Аюми тобының қыздары Ақназ, Айдана және Әсел бүгін айтуын қайда қонақта, ортаға шақырайық. Қарсы алыңыздар. Экраннан көргенде үшеу түрлі екен ғой, Сіздікі қандай түс? Кинодан бір көруші қой, 5-ші элемент беді кино? Сонда осында шаш үлгісі сән ғой дейме? Кинода осында түс болған еді. Қуыршақтарда бар ма, мұнда кездесе ма, кездеспей ма? Жалпы өзімде қуыршақ болған кезде, оның түсі Айдананың түсіндей болған еді. Болған еді? Мынандай түспен мен қуыршақтарды көрмегенмін. Көрмеген. Өзіңе ұнайды? Өзіме ұнайды. Айдана, сіздікі? Менің шашымның түсі сұр мен сары араласқан. Араласқан? Иә. Ана былай көрген кезде қазір бір бояу кетіп қалған секілді болып көрініп тұрады екен. Жоқ, әлде сәні сондай ма? Иә. Сондай? Жоқ, әлде шаштарыңызға барға қол тимей жүр ма? Шашымды осы бір апта бұрын боядым. Иә. Жуған сайын түсі кетіп қалады. Кетіп қалады? Иә. Жиі бояп тұру керек. Арнайы диета ұстаймыз? Жоқ, диета ұстамаймыз. Ұстамаймыз. Арнайы киім киеміз?
Сахнаға иә киемін. Мен естідім, Аюми тобына көптеген кішкентай қыздар, әсіресе мектепте келе жатқан, бір бой жетіп келе жатқан қыздар еліктейді, дұрыс па? Иә. Олар армандайды екен, әке-шешелеріне шаш бояйыншы деп сұрайды екен, бірақ әке-шешелер көп шаш боятпайды екен. Сосын қалай мектеп бітірем, мен сол Аюми тобының қыздары секілді шашымды бояйым дейді екен. Енді олар кішкентай болғаннан кейін қазір солай ойлайтын шығар. Мысалы, енді олар өсем дегенше біз өсеміз, кім біледі сахнада біз боламыз ба, болмаймыз ба, сол 5-6 жылдың арасында бұл ұмытылатын шығар біздің. Ұмытылуы да мүмкін, ә? Әрине. Еліктейтін білесіз. Жаңа сөзіңіз айтып отыр, сахнада боламыз ба, болмаймыз ба 5-6 жылда деп. Енді сізді көріп өскен жас қыздар, мына қазақтың қарауыз қыздары сізге еліктейді ғой. Сол еліктеу үшін сіз не еттіңіз бе, әлде бір клип түсіру үшін сол боядыңыз ба? Біз кезекті 5-ші бейнебаянымызды түсіретін алдында режиссердің шешімі болды. Сен емес пе деген әнге бейнебаян түсірдік. Бұл енді сахналық образ ғана. Иә. Біраз уақыттан кейін өзгеріп тастауларыңыз мүмкін. Әрине. Бірақ енді қазір ұнап қалды өздеріңізге, иә? Енді табиғи шашқа не жетпес. Қараш енді үшеуің 3 түрлі қылып бояп алысыңдар. Жаңағы қазақтар айтады ғой, қырғауылдардың светтері әртүрлі болады ғой, құйрықтардың светтері жаңағы. Нағыз сондай сияқты. Қап-қарағы бояп алып жүрсіз, бояп қараға бояңдар. Иә, ал бірақ мынандай қызыл, көк, сары, жасыл қылып бояды деген жоқ қой. Ғалым Пифагор айтқан ғой. Жақсы заңнан көр дейді, жақсы дәстүр салт керек дейді. Қазақ сол себептен шаштарын қап-қара болып жүргенін жақсы көрем да. Апа айтқаныңыз өте орынды. Мен айтайын дегенім, ең бастысы қыз баласы ер азаматты сыйлау керек. Одан бұрын тамақ ішпеу керек, оның алдында кесіп өтпеу керек, алдында жүрмеу керек дегендей. Ең бастысы сол тәрбиелер біздің бойымызда болса, бұл бір күнгі түс ештеңе шешпейді, апа. Ертең қыздар тұрмысқа шығады, мысалға босанатын кезде барлығы бірдей өсіреді, ешкім қырқып, тауықтың шашын тайып жүрген жоқ қазір. Бірақ осындай бір жас кезімізде шашымызды түрлі түсті қылайық, өзгерейік. Шаш өзгерген соң мен өзім де бұрында бәлкім биге қатысқандықтан ба, бұл сәнге өзім де жақынмын. Мен бұл сары шашпен өмір бақи жүрмеймін, апа. Бір айдан кейін бояп тастаймын. Мысалға. Жаным, сенің айтып жатқаның да дұрыс. Бірақ ол әрбір шашты бояғанда, шаштың бояудың ішінде химиялық зат бар. Ол түсінікті. Химиялық зат қай жерде жоқ, апа, маған айтыңызшы. Барлық жерде бар химиялық зат. Тамақта да бар, киімімізде де бар. Біздің кезімізде біз шашымызды қатыққа жудық. Шашымызды қымызға жудық. Ана сүзбенің астындағы суға жудық. Содан біздің осы уақытқа шейін мына басымыз жақсы істеп жатыр. Көзіміз жақсы көріп жатыр. Сендердің ертең біздің жасымызға келгенде сендердің бар ғой, бастарың жұмыс істемей қалады. Өйткені химия сендерді әбден жеп қояды. Париждің өзінде сонау сән әлемінің өзі қазір 90-60-90 дегенді алып тастады. Оның неге дейсіз ғой? Ондай қатты арық болу, ол ертең ұрпақ әкелуге кедергі келтіреді екен. Сондықтан да мына адамзат өскен сайын бірде қателесіп, бірде түзеліп. Қазір біз қателесіп жүрміз бе, жоқ түзу жолмен жүрміз бе? Қазір енді жас кезде арық болғанға не жетсін шіркін. Бұл да бірақ мәңгі емес та, соны ұмытпау керек аға. Тым арық емессіздер ме, тамақ ішесіздер ме, ішпейсіздер ме осы? Иә, тамақ ішеміз. Қандай тамақ ішесіздер? Әлде сіздердің продюсерлеріңіз белгілі Алуа Қонарова, иә? Ринга тобын ұйымдастырған сол кісі ме? Иә. Сіздерге қандай да бір талап қойыла ма? Тым қатты толмау, өздеріңізді формада ұстау? Ондай бір жалпы талаптар жоқ. Арықтығымыз ол біздің тамақ ішпегеніміз емес, ол біздің хореографиямен өте көп дайындаламыз. Сіздер бимен айналысасыздар, иә? Содан соң көбінесе қаттар қылаймыз. Онысы тамақты дұрыстап таңдап ішесіздер? Иә. Мына жерде қыздар отыр. Қыздар отыр, апалар отыр. Есіміңіз Сымбат? Сымбат. Сіз қай ғасырдан келдіңіз? 20-шы ғасырдың басы, орта жағы емес па? 1994 жыл. Қайсы бұрымыңыз? Бұрымыңызда бар ма? Жоқ, қатты ұзын емес шашым. Ұзын емес, бірақ бар. Сіз мына қазір құрбыларыңыздың алдында артта қалып деп есептемейсіздер ме? Жоқ. Неге? Мен өзім шаш бояуға негізі қарсымын. Өзімнің табиғи шашым осы қара. Түсі де қара. Үйдегілер қатал ма? Неге осылай жүрсіз әлі? Жоқ, қатал емес. Жоқ, біреуге еліктедіңіз ба? Жоқ. Өзіме ұнайды осылай. Естідім, сіз Елнұр апайға еліктеді екен деп. Елнұр апайдың студенті болам өзім.
осы ең алғаш университет табалдырығын аттағалы бері Елнұр апайымыздан үлгі алып, сол кісіге еліктеп жүретінбіз. Шашымызды өсіріп, қазақи сырға тағып. Өзі Елнұр апай өзінің қазақи биязылығымен, көркем мінезімен бізге әрдайым үлгі болып жүреді. Осында отырған қыз пудың қыздары отыр, бәрі сол Елнұр апайға еліктейтіндер. Осы қыз пудың қыздары еліктейтін Елнұр Нұрғажаева, екі қыздың анасы, сол қыз пудағы көптеген қыздар сол Елнұрдай болғылары келеді дегенді естіп, біз бүгін Елнұрды ортамызға шақырған едік. Қарсы алыңыздар. Сіз де осы өнерге жақынсыз ғой, солай ма? Иә. Айтұмар деген допта өнер көрсеттіңіз бе? Иә, Айтұмар тобында 2009-2014 жылдар аралығында Аруана продюсер орталығында 5 жыл өнер көрсеттім. Тұрмысқа шығып балалы болған байланысты, қазір декреттемін. Яғни сіз де өнерде жүрдіңіз? Иә, әрі де жүрем, Құдай қаласа. Әлі де жүресіз. Бірақ сіз мүлде басқа бейнені таңдап алыпсыз ғой. Қазір өнерде басқа бейне сән. Неге? Таңдап алғанды мен таңдап алған жоқпын. Негізі бала кезімдегі тәрбие, нағашы апамнан, анамнан үстінен дарыған деп ойлаймын. Және де өзім оқыған оқу орным Қыздар университеті көп әсер етті деп ойлаймын. Осы стильде болуды, осы қазақилықты, ұстанымды ұстауды. Өзіңізді бір түрлі кейде сезінетін сәттер болмай ма? Өйткені басқа айналаңыздағы мүлде басқа қыздарды көрген кезде, олардың және санының жылдан жылға көбейіп бара жатқанын көрген кезде. Негізі басқа ел бізге еліктеп жатқанда, біз басқа елге еліктеп жатқанымыз менің кішкене қыжылтады әрине жүрегімді. Қыздар университетінде сіз бағана айтып жатсыз, қаталдау ма тәрбие деп. Негізі ол жақта тәрбие қатал емес, ұстаздарымыз өте білікті, барлығы бізге біліммен қатар тәрбиені өте жақсы сіңіртеді. Бәрі тәрбиеге байланысты деп ойлаймын. Енді еліктеп жатады, міне қыздарымызда ол көріп отырмын, шаштарын бояп жатады. Негізі өзім шашымды ешқашан боямағанмын, кеспеген, тек ұшын кесіп тұрамыз. Осылай қазақилықты ұстанамын, болашақта да ұстанғым келеді, және осы жастарды да соған тәрбиелегім келеді. Елнұр артта қалып қалған деп санасақ бола ма? Елнұрды, қыздар? Елнұрды артта қалып қалған деп санасақ бола ма? Бұрынғы апалар? Жоқ. Ол өзі таңдау құқы ма? Иә. Иә, таңдау құқы. Мына қыздар алдыға дамып кеткен деп айта аламыз ба? Бұл уақытша деп ойлаймын. Уақытша? Кейін қайтып оралуы мүмкін? Әрине. Бұларда ана болады, болашақ жар таңдайды. Сіздер бәріңіз бастарыңыз бос қой? Бос па бастарыңыз? Бос. Негізі қыздар не үшін сәнденеді деп сұраймыз ғой кейде әйелдерін. Осы әйелдер не үшін сәнденесіңдер дейді. Сөйтсем әйелдер шыға келеді. Біз сендер үшін, еркектер үшін сәнденбейміз. Біз бір-біріміз үшін сәнденеміз дейді. Бұл қаншалықты шындыққа жанасатын өзім білмеймін, қаншалықты шындыққа жанасатын. Өте дұрыс айтылады. Өйткені мен жаңағы үйімде келін де бар, қыз да бар, немере келіндер де бар, бәріне қараймын ғой. Сонда әр тойға әртүрлі көйлек киіліп, әртүрлі топли, ана бір тағатындарын бәрін сөйтеді. Соңында мен айтамын ғой, ай, шырағым-ау, күнде көріп жүрген жолдастарың, күнде көріп жүрген жолдастарыңа барасыңдар. Қасыңда күйеуің күнде жаныңда жатыр, шырағым. Оны есе сәндене бересің десем, мамасыз, қызықсыз. Біз сонда отырғандарға үстімізде киімімізді, құлағымызда сырғамызды, сақиналарымызды көрсету үшін неше түрлі тағып барамыз дейді ғой. Міне, шындық. Қыздар кім үшін сәнделеді? Жігіт үшін ба, жоқ бір-бірі үшін бе? 50-50 шығар мүмкін. 50-50 шығар. Жігіт ішінде және қыздардың арасында бір бәсекелестік болады. Болады. Мен кішкене сұлуырақ болсам, мен көріктірек болсам. Жеке этика болады аға. Таза, жинақы, әдемі адаммен жұмыс істегенде өзіңе де жақсы, ол кісіге де жақсы дегендей. Сондықтан ол бір біздің дамуымыздың бір көрсеткіші ғой, жинақы әдем болып жүру деген. Ол міндетті түрде бір басқа қарама-қарсы жігіттер үшін сәндену деген мен ойымша қате пікір. Наурыз, сен боясың ба? Келіспеймін. Үйленгенсің ғой сен, е? Үйленгенмін. Иә, үйленгенсің. Қыздардың қатты боянғаны, аш-шаш киінуі, жаңағы мода, батысқа еліктеуі мен өзім дұрыс көрмеймін. Өйткені ол біздің келешек ұрпаққа дұрыс бағыт әкелмейді. Мысалға, қыздар мысалға отыр, мен бұл дұрыс білмеймін, бірақ естуім бар. Шашын бояған, мысалы, мен ортадағы қызды қарасам, мен бұл кісінің шашын өзінің жасына сай келеді деп ойламаймын. Мен мысалға 40-тағы 50-дегі кісілердің шашын көрсем, осындай қыз істеп алады. Үлкен көрінеді. Шашын өзін үлкен көрсетеді.
дұрыс талғам керек деп ойлаймын. Енді ол сахналық образ ғой. Сахналық образ болса да, ол жалпы дұрыс нәрсе керек деп ойлаймын, өзіне жасына сай, возрастына сай. Көп қыздар қазір батысқа келді деп, шетелге келді деп, Европа деп жатыр. Ертеңгі күні олардан дұрыс ұрпақ келмейді, біріншіден аш-шаш жүргенден. Бізге біздің жігіттерге ұнайтын болып тұр ғой, ұнайтын болған соң ғой жүреді ғой. Жігіттерге ұнамайтын болса ерлер деп тұр ғой, олар жүрмейді. Жігіттер былай қылады. Қыздар жаңағы әдемі, сұлу болсақ, жігіттер қарайды. Бірақ жігіттер мынандай болады. Мен естимін, мысалы, жігіттердің ортасында жүргенде білемін. Оны әдемі қыз жүретін қыз екен дейді. Жүретін қыз дейді. Сосын бірақ өзі иманды, үйде тұрған, жаңағы көшеге шықпайтын қыз болса дейді да, сол қызды қарайды. Сол қызға үйленетін қыз дейді. Сол қыз үйленетін қызды ұстап қояды да, онымен сөйлесіп занты қылып қояды да, жаңа әдемі шашын қойып жүрген қыздармен сөйлесіп. Енді бұл деген тұнып тұрған арамдық емес па? Оны қыздардың өзі де біледі. Қыздардың өзі де кешірсіз, қыздардың өзі біледі, біле тұра солай істейді. Солай жігітпен жүру үшін көшеге әдемі адамға топырақ шашуға болмайды. Қыздардың күйеуге шықпай жатып жатқан осы біздің Алматының өзінде де мысалы 40% қыздар күйеуге шықпаған қыздар бар екен. 40-тың үстіне 50-ге шыққан қыздар бар екен. Мен осы жақында бір неден оқыдым, жаңа газеттен. Сонда не? Орадағы сосын кейін ана танысайық деген бұрыштарды да әдейі көріп отырам. Қарап отырсам, маған имандылық қыз керек, жаңағы шашын боямайтын, жаңағы жақсы жүретін, сондай қыздар керек дейді. Мысалға, мына балам дұрыс айтып отыр. Мына енді кешіріңдер айналайын, сендерді жақсы көремін мен. Бірақ та анандай боянып, қатты боянып, өзін-өзі жаңағы әлекке салып, неше түрлі боянып жүрген қыздарды жігіттер онша ұнатпайды. Өйткені оның үйінде мен сияқты шешесі бар, әжесі бар. Біз балаға айтып отырамыз мысалға. Әй шырағым, былай дені дұрыс қызды ал. Сондаймен ет деп. Мына мысалға боянып жүретін, әптен бояуға түскен бет аузына 5 килограмм бояу жағып алатын қыздар бар. Сондай қызды келін қылып алып келсе қайтесің, немерелер? Жоқ, мен ана немереме айтып жатырмын, алдымен әкел. Мен осы бір апта болды, келін, немере келін алдым. Алдында сол немеремді... Шашы қалай, шашы? Жақсы, ертең жаңағы мына отырған кісілердің бәрі шақырып шай берейін деп отырмын. Шашы алтын түске боялған ба? Бірақ соны айттым, алдымен келінді әкел, мен көремін. Қандай? Жүріс тұрысы қандай деп. Жоқ, ол шашын боямаған, бірақ енді тырнағын бояған, мен айттым, тырнағын үйге келгенде алсын. Көрдіңіз ба? Енді ол дәстүр біздің қазақтың салтына бояныңдар. Дұрыс, боянған дұрыс. Ертең күйеуге шығасыңдар. Күйеуге шыққанда осында ене болады. Болмайды деп айтуға болмайды. Сосын бұл кісілер айтады да, шашын білесіңдер, пікірлерін білесіңдер, үлкендердің пікірлерін жатқа білесіңдер ғой. Мұнда келгенде де бұл үлкендердің не айтатынын білдіңдер. Сонда не істейсіңдер? Шашты бояп, ана тырнақты қайтадан тазалап барасыңдар ма, не істейсіңдер? Әрине бәрін алып тастаймыз, иә. Бұл біздің сахналық образдарымыз ғой. Яғни, сендер жақсы келін болуға дайынсыңдар. Әрине. Дайынсыңдар. Ауылға жіберсе ауылға барамыз. Ауылға барасыңдар. Әбәдемі, кәдімгі. Сіздер сол жаңағы шартты орындап, келін болып түсесіздер ғой. Содан кейін бұның барлығын қойып тастай аласыздар ма? Сол келінді отбасылық өмірге дайынсыздар ма? Иә. Онда болады сөйтсе. Ол кезде қабылдайды, айтпаса енді. Мына жерде бір бойдағы жігіт отыр, Арман дейтін батыр, өзі журналист, өзінің ой пікірі бар шығар. Дегенмен енді бағана бауырымның айтып отқан пікірі де дұрыс. Әр ер азамат үйіне келін қылып түсіретін өзінің жүрегінің жартысын іздегенде, имандылық жағынан кәжеке киген, қазақтың шолпысын таққан, сондай қыздарды әкеліп қояды да, көшеге шыққанда белгілі ол енді ер адамның, кейбір ер адамдардың тірлігі сол жүріске түсіп кетеді. 40 қадам аттағаннан кейін қазақтың сөздері де бар. Өзімен шығармашылық жағындағы адам болғаннан кейін осы Елнұр ханымның стилі қатты ұнайды. Осындай болу керек деймін, қазақ қыздары. Осындай болу керек. Бір сәтке елестетіңізші, барлығымыз осындай болып кеттік дерлік. Керемет болады деді ғой. Шашымыз өріп, сырғаларымызды тағып. Бірақ неге сондай болуға бізді, мысалға, ер кісілер, ер азаматтар мәжбүр етпейді? Қыздарды кінәлау оңай, әр қашанда кінәлі адамды біз мәжбүр етпейді? Мәжбүр ету емес. Мысалға, біз бағана айттыңыз ғой, қыздар қоғамның айнасы. Ең бірінші біз тәрбиеден бастауымыз керек. Ата-ана, ер азамат, қасындағы ағасы, інісі, осының барлығы қыздарды тәрбиелейтін институтқа байланысты. Институт деген жоғары оқу орны емес аға. Жалпы отбасылық институт айтып отырмын. Отбасылық институтты айтуға оңай. Мен сіздерге мынаны айтайын. Бәрімізде сол қыз асырап отырмыз ғой. Сен қанша айт ата-ана, қыздар сенен көрі экраннан көретін мына әпкелеріне көбірек еліктейді. Сен
қанша жерден, анасы қанша жерден тыйым салсын, мына экраннан сөйлеп отырған, мына сіздей кәдімгідей бір сұп-сұлу жаңағы боп отырғылары және келеді, жүргілері келеді. Неге екенін білмеймін. Иә, біз Елнұрдай қыздарды егерде жиі көріп, жиі насихаттайтын болсақ, мүмкін болғылары келетін еді. Бірақ иә, бізде Елнұрдай қуыршақтарымыз жоқ. Есесіне Барби бар дегендей, иә, біздің Елнұрдай әншілеріміздің бәрі. Мысалға бана шашты бояу оңай. Оны кетіру де оңай, апа, ертең келініңізді кетіресіз. Ең бастысы жүректегі адамгершілікті бояй алмайсың. Ең бастысы адамгершілік, ең басты тәрбие. Ең басты тәрбие. Ең басты тәрбие. Яғни әрбір жігіт, қазақтың жігіті мықты болу керек те, өзінің қасындағы қызды жақсылап тәрбиелеп алу керек. Қарындасына ие болу керек. Қасындағы келіншегіне ие болу керек. Жақсы. Әйгерім Жаңабаева, визажист, негізі қыздардың осы бейнесінің бәрі сіздердің қолдарыңыздан шығып жатыр, дұрыс па? Кімге еліктейді? Әңгімелесесіздер ғой, неге осылай болғылар келеді? Неге осы бейнені таңдайды? Жалпы осы салада жүргеніме 1,5 жылдың көлемінде болды. Өзімнің жеке тәжірибемде Аюмидің қыздарымен де жұмыс істегенмін, Әселмен де жұмыс істегенмін. Аюмидің қыздарын мен сахнаға бояған кезде күнделікті күнгі макияждан қарағанда 2 есе, 3 есе көп бояймын. Неге? Өйткені камерадан адамның бет бейнесі әрине макияж 40 есеге дейін көрінбей қалуы мүмкін. Сондықтан қатты бояуға тура келеді. Ал Әселді бояған кезде Әсел барынша табиғи бояғанды жақсы көреді. Кез келген кинода да болсын, жақында клип түсірдік, сол клипта да өте табиғи түрде бояндырдық. Ал Аюмидің қыздарын сахнадан бөлек бояндырған кезінде аз мөлшерде бояндырдық. Мен айтпаймын, күндіз түні осы макияжбен жүреді деп. Жоқ, өзінің мөлшері бар. Бұл қыздар макияжды алып тастасаңыздар қалай былай? Жақсы. Жақсы ма? Әрине аға, әрбір қыздың өзінің табиғи болмысы, бейнесі болады ғой. Олардың да өзінің көріктері бар, көздері де, қастары да сүйкімді. Мына макияждың мынандай бір құдіреті бар деп естідім. Мысалы, екеуіңіз отырсыздар, екеуіңіз екі түрлісіздер ғой, бірақ екеуіңізді айнытпай бірдей қылып шығаруға болады дейді, бояу арқылы, рас па? Негізі болады. Болады, Бірақ та қараңыз, көп адам макияжды қате түсініп жатады. Менің бетімде әжімім бар, осыны жоғалтшы деп айтады. Жоқ, макияжбен оны жасыруға болады, бірақ та уақытша ғана. Бірақ оны жоғалта алмаймыз. Кейбір қыздар келеді да, осы сахнадағы өнерде жүрген әпкелеріміздің суретін алып келеді да, мені тура осы кісі десеп көріңізші дейді. Қыздар айтады. Мен айтамын, сіздің көзіңіз сығырайып тұрса, бұл апайымыздың көзі үлкен домалақ болса, мен оны қалай жасаймын деймін. Соған келістіріп, кіші қойып қойып. Косметиканы барынша көп қолданып, әрине көзіңізді айқындауға болады, қасыңызды әдемілеуге болады, бірақ та тура осы кісі сияқты болмайсыз деп айтамын. Бірақ қыздар еліктейді. Еліктейді, өте қатты. Кімдер еліктейді сонда? Әншілерге? Көбінесе сахна жұлдыздарына еліктейді. Сахна жұлдыздарға, әншілерге еліктейді. Солар қандай болады? Біздің кейінгі өсіп келе жатқан кішкентай қыздарымыз да сондай болады. Қыркүйек айы басталатын кезде осы Алматыда бір көктем болып кетеді. Бір аз уақытқа көктем болып кетеді. Өйткені талапкер болып, абитуриент болып, ауылдан көптеген қыздар келеді. Бірақ солар ауылдың иісі бұрқырап тұрады, қазақылықтың иісі бұрқырап тұрады, тазалықтың, шынайылықтың иісі бұрқырап тұрады. Сол Алматы бір 2-3 ай бойына сол көктемнің, күз емес көктем болып тұрады. Бірақ некен кейін көп қыздар еліктейді әртүрлі, әй дейтін ажалар, қой дейтін қожалар болмағаннан кейін өздеріне жаңа бір образдар жасай бастайды. Біздің 2 қызымыз бар. Қазіргі ойлары қандай екен? Бұлар қыз пуға жақында ғана түсті. Бір жағы оқуларына құтты болсын айтайық, екінші әңгімелерін тыңдайық. Гүлжан мен Ұлжан биылғы 1-ші курс студенттері. Келіңіздер. Гүлжан, сен Ақтаудан келдің, Ақтаудың қай жерден? Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Фортевченко қаласынан келдім. Мектепті биыл бітірдің? Осы жыл бітірдім. Қыз пуға түстің? Факультет? Физика. Физика. Жақсы оқыдың ба? 4-5-ке оқыдым, 11 жыл бойы. Құтты болсын оқуың. Рахмет. Ұлжан, сен оңтүстік Қазақстаннан келдің бе? Шымкент қаласынан, Сарыағаш ауданы. Сарыағаш ауданынан келдің. Сен де қай факультетке түстің? Математика. Математика. Сонда ақылды қыздар болып тұрсыңдар ғой. Сонымен қазір енді жаңадан оқу басталады, жаңа қызығушылықтар пайда болады, қалай енді? Не жоспар бар? Шашты бояудан бастаймыз ба? Қасты жұлудан бастаймыз ба? Не істейміз? Неден бастаймыз?
Әзірге ондай ештеңе ойлап тұрған жоқ. Сұра тұрайық бір жаңа жылға дейін десеңдер. Қазірге енді сабақ бар, соны оқу. Сабақты оқу керек. Дұрыс, ең бірінші сабақты оқу керек. Гүлжан, қалай? Ең бастысы бізге сабақ, енді арғата көре жатармыз. Көре жатамыз. Өздеріңе қай бейне, мен енді салыстыр деп айтып отырмайын жоқпын. Қаздеріңе сендерге жақын Елнұр апайларыңдікі ма, жоқ әпкелеріңдікі ма? Қай бейне жақындау болып тұр? Қызыға, Барбиге қызғасын ойнап бердіңдер сендерде? Барбиден? Жоқ, өзім ойлап көрмеппін негізі. Қарапайымдылық жақсы сияқты. Солай ма? Иә. Уақытша ғой енді. Уақытша. Бояғың келе ма шашында? Бояғым келмейді. Неге бояғың келмейді? Қап-қара болып жүре бересің ба осыны шашпен? Ондай әртүрлі сөйтер маған ұнамайды. Түстер. Боя ұнамайды? Ұнамайды. Бірақ деген мынандай стильде киінген дұрыс деп ойлаймын. Қазақи киіммен енді көшеде жүру ыңғайсыз. Өзімнің ойым сол. Ыңғайсыз. Болады. Қазақ киім күнде кие алмайды дегенге пікір айтқым келіп отыр қазіргі таңда. Аюмидің қыздарына да болашақта айтқым келеді. Неге қазақтың оюларын қазіргі стильный смокингке салмасқа? Неге қазақтың оюларын жаңағыдай костюмның шетіне тікпеске? Аксессуар неге қазақтың сырғаларын, мойнымызға тағатын әшекейлерін неге тақпасқа? Болады ғой? Мен өзімнің стилім ретінде қазақтың русалка көйлектерін қазақша оюмен тігіп киіп барған ұнатамын мысалы. Русалка көйлектер бар ғой қазір неше түрлі да? Соған қазақтың оюларын салып киіп барам. Маған ешкім теңгелер ол жерде ешкім болмайды. Бәрі таңғала қарайды. Бәрі риза болады? Риза болады. Ол жерде мен жабыстырып алмаймын. Күйеуіңіз де риза бола ма? Күйеуіңіз де риза бола ма? Риза болады. Кез келген нәрсенің талғамы, пішімі, сәні, реті болады. Барлық жерге оюды сала беру, ол тұнып тұрған мәдениетсіздік, сауатсыздық. Сізге айтып отырған жоқ, именно сол жаңағы бір көрінген жерге киіп деп, тіпті үйде жүрген көйлегіңе де қазақы көйлек бір оюды сал деген емес. Сондай қазір маталар толып жатыр, иә? Үйге киген көйлегіңде кәдімгі ұзын қылып, бір жеріне бір қазақы нақыш сала сал. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ал енді мына тіпті жерлерге барам, киноға бір жерге шашымды өріп шашпамды тағып барсам, барлығы ерекше бір қарайды. Қарасын, өзім бір түрлі болып қалам. Болмаса, я кием сымды да мысалы, бәріміз киеміз сымды, мысалы, мен көйлек кием деп айта алмаймын. Сіз күнделік өмірде осылай киініп жүресіз? Жоқ, күнделік мен бүгін эфирге болғаннан кейін арнайы келіп отырмын. Жоқ, енді негізі басқа жерлерге де барса, мен қазақилықты бір жерге байластырып тырысамын. Себебі ол біздің қазақилығымыздың белгісі болу керек. Қазақ қызы болғандықтан біз өзімізді көрсетпесек. Киімде болмау керек. Жоқ, киімде болмаса да, ол аксессуар бағана сумканың өзі. Мынандай асмалап сумканың өзін оюлап мен тағып аламын. Киімде емес. Киізден жасалған мысалы. Оның өзі бір қазақилықтың бір несі. Мысалы, Елнұр әпкемізді бүгінгі таңда біз үлгі тұтып ортаға шығарып қойыламыз ба? Артынан қанша қыз ереді деген сұрақта менде. Жарайды, бұрынғы ол сағым болып кетті. Бірақ біз бүгін қазақтың 21 ғасырдағы қызын қалыптастыруымыз керек. Немесе соны эталон қылып шығаруымыз керек. Ал, өте жақсы. Шашы өрілген қызға келгісі келмейді қазір. Шаштың сапасы да келмейді оған, әңгіменің ашығы керек, е? Шаштың бәлкім ұзындығы осындай болу керек. Мүсіні осындай болу керек. Дүниетанымы, IQ осындай болу керек. Білімі осындай болу керек. Кем дегенде 2 қызыл дипломы болу керек. Бәлкім деймді мысалға келтіріп отырмын. Сондай бір қалыптастырайық. Соған барып еліктейік. Айтуға оңай. Айтуға оңай. Ғайып Мүсірепов атамыз айтады, егер қызда дейді, ұяңдық пен әдеп бірге кездессе, бірін-бірі жасырып тұрады дейді. Егер аштық пен абайсыздық бірге кездессе, бірін-бірі асырып тұрады дейді. Жаңағы Наполеон Бонапарт деген кісі айтады, егер қыз балада сұлу қыз дейді, көзге әдемі көрінеді дейді. Ал мейірімді қыз жүрекке әдемі көрінеді дейді. Көзге әдемі көрген сұлу қыз жай ғана жақсы дүние болса, ал мейірімді қыз мәңгілік сарқылмас дүние дейді. Сондықтан да осы кісілердің сөздерін кем болмаймыз деп ойлаймын, осы аналарымыздың айтқан ақылын тыңдаса. Неге мынандай көзқарас? Қыз сұлу болса, ол мейірімді емес деп ойлайды. Неге солай ойлаймыз? Мен түсінбеймін. Шашымызды біз өзгерсек, біз қазақ емес, бір басқа ешкімнен біз туған жоқпыз. Біз қазақтың қызымыз қарапайым.
осыны ұғайықшы. Және де қазақтың қыз емес деп атқан жоқ. Бұлар қазақта мақал бар. Қызға 40 үйден тыю дейді. Қазақтың мақалы. Мысалы біз содан әлі алысқа кеткеніміз жоқ. Ол заман өсіп кеткен деп айта жаздыңыз. Мысалға, жаным сендер боянғанда, өздеріңе шаштарыңды неше түрлігі боянғанда, сендер алға түсіп бәрінен өсіп кетіп атқан жоқсыңдар ғой. Бізде боянбаған мысалға, менің қатарымдағы кісілер 30 жасқа келгенше бетімізге біз кәдімгі сабымен жуып қана жүрдік. Сонда да ішемеден құр қалғанымыз жоқ. Сонда да әлі жақсы бойынша, сонда да күйеуге тидік. Сонда да біз бала тудық. Бала тәрбиеледім. Сол тәрбиелеген қыздарымның бәрі мен ешқайсына шашыңды 40, бетіңе 5 килограмм опа жақ, әйтпесе көзіңді сүрмеле деген жоқпын. Міне заманға байланысты, сен өзің айтып отырсың ғой, заманға байланысты әркім алға қарай өсіп жатыр. Дұрыс, замандарыңа қарай киініңдер, ішіңдер, жеңдер, жүріңдер. Бірақ барлығының да бір мерісі болу керек. Иә, бұл солай болу керек. Енді біз пікіріміз қазақтың қызы болғаннан кейін қызға 40 үйден тыю деген өте дұрыс. Біз одан асып жатқан жоқпыз. Кетуге болмайды. Бауырыма пікір білдіріп кетейінші, мысалы жаңа айтады, қыздардың бояуын сүріп тастаса түрлері онша емес болып қалады ғой деп күліп отыр да өзі, мысалға. Сен сонда соның жан сұлулығын көре алмай отырсың ғой, сен үшін бет маңызды болып тұр ғой. Сондықтан да сондай жігіттер бар кезде қыздар боянады, одан сіз құтыла алмайсыз. Мен айтпаған сияқтымын. Мен бірақ келіспеймін. Қыздардың осы заман деп еліктеуін мен түсінбеймін. Заманда тұрған ештеңе жоқ. Біздің қазақтың қазақтылығын осы кезге дейін таза қазақ халқы деп ұстағаны, біздің қазақты басқа елдердің барлығы мойындағаны, қаншама соғыс болса да біздің елді ала алмағаны, ағаларымыздың батыр болғандықтан, ақжауды аналарымыздың текті болғандықтан, сондықтан мықты болып келді. Ал қазір ұсақталып бара жатыр. Оның себебі осы жастардан деп ойлаймын. Біздің талқылап жатқанымыз мына қазақтың салт дәстүрі ғой. Біздің тәрбиелеген балаларымыз енді қазір алды 50-ге таяп қалды. Енді біздің балалардың тәрбиелеген балалары мына отырған қыздар. Ал енді біздің сендерден сұранатынымыз, біз қазақи дәстүрде мына апаларың айтып отыр ғой. Қазақша екі шашты артқа тастап, немесе прическамызды жасап, қазір мына Бибігүл Төлегенова прическасы біздің прическа. Соны жасап осы уақытқа дейін келдік. Енді сендерден сұрайтынымыз біздің ең қысқасы, айналайын. Қыздар, көбірек ойлаңдар, айналайын. Сендер қазақтың анасысыңдар. Сендер бала тәрбиелейсіңдер біз сияқты. Қазақ деп қазақ қанымызды жібермей ұстап, ұлдарды да қыздарды да қазақша тәрбиелеңдер. Мына қыздар айтып отыр, неге қазақша ою, қазақша деп. Тек қана оюма немес, сендер әрбір жүріс-тұрыстарыңмен шашты артқа тастап, әдемі болып, нәзік болып, мынандай қыз болып, шаштарыңды жалбыратып бүйтіп жүргенде сендерден біз ұрпақ іздейміз. Ертең ескі келген күннен бастап мына қыз көтереді ме, бізге немере әкеле ме, шөбере әкеле ме, біздің тілейтініміз сол сендерден. Мына бойжеткендер өзіміздің арулар, қарагөз, көпке топырақ шашу, ол шашпаймыз. Бұл кісілердің образы сахналық образ. Ал енді бұдан да асып кеткен зор, жаңа қабырғасын алып татуаж жасап, еріндерін үлкейтіп, ол деген жаман өзіне өзі агрессия жасап атқан, яғни аутоагрессия. Ол деген бұл осындай тенденция бар, жоққа шығара алмаймыз, келсесіз ғой. Оны біз бір эпидемия деп айтсақ та болады. Сондықтан сондай болмас үшін сіздердің фанаттарыңыз, жас қыздар сондайға бармас үшін сіздер әдемі сондай клипқа әдемі образмен шығуыңыз керек. Сіздің де айтып отырған сөзіңіз дұрыс. Біз сыртқы келбетіне қарап, бұл қыздарды басқаша ойламауымыз керек. Біз олардың жүрегіне де үңіле білуіміз керек. Содан кейін біз бұлардың өнерін де бағалай білуіміз керек. Біз бүгінгі айтқан нәрсеге қандай да бір кесім айта алмаймыз, жаңа айтылғандай. Бірақ бір нәрсе анық. Біз еліктеген кезде, әсіресе енді жастар, көп жағдайда соның бір түпкі мәніне, түпкі себебіне үңілмей еліктеп жатамыз. Жастар осыдан сақ болса екен, неге еліктесе де оның артында не тұрғанын, оның мәні мен маңызын білсе екен деген бірінші ой. Екінші нәрсе, еліктеп іздеп жүріп, әр нәрсеге, әр қиырға шапқылап жүріп, біз кейде өзімізден адасып қаламыз.
өзімізден алыстап кетеміз. Сол кезде орала алмай қалатын, өз табиғатын таба алмай қалатын жайттарда жиі кездеседі. Осыдан абай болсақ деген екінші ой. Айту оңай, аман сау болыңыздар.